Әлия сол күні жұмыстан үйіне кеш шықты. Шаршағаны бар, бірақ көңілі көтеріңкі еді. Себебі сол күн сәтті өтті, жоспарының бәрі орындалды. Ол көлігін баяу айдап келе жатып үйін ойлады. Қаланың шетінде орналасқан, өздері салған кең үй. Бұл үй дайын күйінде келген жоқ. Жылдар бойы еңбектеніп, несие төлеп, армандап жүріп тұрғызған үйлері еді. Әлия сол үйді жақсы көретін, өйткені ол олардың еңбегі мен бірлігінің белгісі болатын. Күйеуі Ерланмен 10 жыл бірге өмір сүрді. Екеуі студент кезінен таныс. Ерлан инженер, Әлия экономист. Алғашқы махаббат, алғашқы неке, бір-біріне деген сенім. Ең бастысы, олар бірдей ойлайтын. Өмірге деген көзқарасы, жоспарлары ұқсас болды. Олар саналы түрде бала көтермеді. Бұл кездейсоқ емес, ортақ шешім еді. Қазір емес, кейін мүмкін деп жүретін. Алдымен оқу, кейін жұмыс, содан соң несие, сосын үй, барлығын бірге өткерді. Қазір олардың өз үйлері бар, тұрақты табысы бар, саяхаттайтын мүмкіндігі, аралары жақсы. Сырт көзге мінсіз отбасы. Әлия күйеуін кафеде күтіп отырды. Аз емес, 1,5 сағат өтті. Алдындағы ас суып қалды. 2 адамға арналған үстел, бірақ ол жалғыз. Бірнеше рет хабарласты, телефон тұтқасын алмады. Ақыры есік ашылып, Ерлан кірді. Әдеттегідей емес, жүзінде бір толқу бар. Кешіктім, деді ол Әлияның бетінен сүйіп. Алыс емес еді ғой, деді Әлия, сабыр сақтауға тырысып. Анамның шаруасы шығып қалды. Әлия үндемеді. Бұл әңгіменің қайда апаратын ішкі түйсігімен сезгендей болды. Соңғы кезде анам жалғызсырап жүр, деді Ерлан. Зейнетке шыққалы оған оңай емес, деп сөзін жалғастырды. Түсінемін, деді Әлия. Бірақ ол бұрыннан да жалғыз еді ғой. Ерлан бір сәт үнсіз қалды. Сосын сөзін жинақтап, Әлия, мен сенімен бір маңызды мәселе туралы сөйлескім келеді, деді. Әлия оған тіке қарады. Айта бер. Мен балалы болғанымызды қалаймын. Бұл сөз Әлияға суық су құйғандай әсер етті. Не дейсің? Мен әке болғым келеді. Біз бұл туралы 10 жыл бойы бірдей ойлап келдік қой. Иә, бірақ уақыт өтті. Бұл сенің анаңның сөзі ме? Деді Әлия жай ғана. Жоқ, бұл менің шешімім. Қашаннан бері? Соңғы кезде көп ойландым. Үй бар, жұмыс бар, бәрі бар. Енді өмірде бір нәрсе жетіспей тұрғандай. Әлия орындығына сүйеніп отырды. Біз осы өмірді өзіміз үшін құрдық. Екеуміз үшін, деді ол. Ал мен оны жалғастырғым келеді. Өз баламмен, деді Ерлан. Әлияның жүрегі айнып кетті. Орнынан тұрып, асығыс дәретханаға беттеді. Ал Ерлан сол жерде отырып қалды. Өйткені ол дәл сол сәтте түсінді. Бұл жай әңгіме емес, бұл отбасының тағдырын шешетін мәселе. Әлия дәретханадан шыққаннан кейін өңі бозарып кетті. Ерлан бірден байқады. Саған жаман болып тұр ма? Деп сұрады ол. Әлия жауап бермеді. Пиджагын алып кетуге ыңғайланды. Әлия, деді Ерлан, дауысы бәсеңдеп. Бір нәрсе айтшы. Ол оның қолынан ұстап қалды. Сен жүктемессің бе? Бұл сұрақ күтпегенде естілді. Әлия бір сәт тоқтап қалды. Иә, деді ол қысқа ғана. Ерлан да үнсіз қалды. Көзінде қуаныш та бар, қорқыныш та бар еді. Қалай? Біз жоспарламадық қой? Таблетка 100% қорғамайды, деді Әлия. Бірақ бұл ештеңе өзгертпейді. Қалай өзгертпейді? Бұл біздің баламыз ғой. Бұл менің өмірім, деді Әлия, дауысы дірілдеп. Мен ана болуға дайын емеспін. Олар кафеден шықты. Сөйлесіп тұрғандары айқайға ұқсап бара жатты. 10 жыл бойы біз осылай келістік, деді Әлия. Енді неге бәрін өзгертуім керек? Өйткені уақыт өтті, деді Ерлан. Мен дайынмын, ал мен емес. Автотұрақта олар бетпе-бет тұрды. Мен бұл баланы дүниеге әкелмеймін, деді Әлия анық түрде. Ерланның жүзі өзгеріп кетті. Мұндай шешімді жалғыз қабылдай алмайсың. Бұл менің денем, бұл менің де балам. Екеуі алғаш рет бір-біріне қарсы тұрды. Бұрын
бірге болған біз сол жерде екіге бөлінді. Қазір үйге қайтайық, деді Ерлан сабырға шақырып. Ойланып көрейік. Жоқ, деді Әлия. Мені шешімді қабылдадым. Ерлан үнсіз қалды. Бұл көз қарасты бұрын да көрген. Бұл Әлияның шешімі қайтпайтынын білдіретін көзқарас еді. Сол түні Ерлан анасының үйіне кетті, ал Әлия жалғыз қалды. Жалғыздықты алғаш рет шын сезінді. Ал ішінде бір шындық бар еді. Бұл тек баланың мәселесі емес, бұл олардың өмірге деген көз қарасының қақтығысы еді. Сол түні Әлия ұйықтай алмады. Үй іші тым-тыныш. Ерланның жоқтығы сезіліп тұр. Таңға жақын шыдай алмай анасына қоңырау шалды. Апа, деді даусы дірілдеп. Ол кетіп қалды. Ерлан ба? Анасының даусы баяу жұмсақ естілді. Иә, анасының үйіне кетті. Сабыр ет қызым, бұл үлкен мәселе. Айқаймен шешілмейді. Ол баланы қалайды, ал мен... Әлия үнсіз қалды. Мен ана болғым келмейді. Анасы үнсіз тыңдады. Неге екенін өзің білесің ғой, деді Әлия. Біз өмірді басқаша құрдық, мен өзімді жоғалтқым келмейді. Мен сені түсінемін, деді анасы. Бірақ Ерланды да түсінуге тырыс. Ол анасының айтқанын тыңдап отыр. Жоқ, деді анасы қатқылдау. 10 жыл бойы анасының сөзін тыңдамаған адам бір күнде өзгере салмайды. Уақыт келді. Әлия жылады. Бұл менің денем ғой. Иә, деді анасы. Бірақ ішіңдегі бала сенің ғана емес. Бұл сөз ауыр тиді. Не істеуім керек? Алдымен сөйлесу керек, асықпа, қорқынышпен шешім қабылдама. Әлия үндемеді. Мен сені үгіттемеймін, деді анасы. Ана болма, өз еркің. Бірақ әр шешімің салдары бар. Қоңырау үзілді. Әлия диванда отырып қалды. Ол дәл сол сәтте түсінді. Қай жолды таңдаса да бұрынғы өмірі қайтып келмейді. Келесі күні Ерлан үйге келді. Екеуі де бір-біріне бөтен адамдардай қарады. Сөйлеспей, әр қайсысы өз шаруасымен жүрген болды. Әлия ішінен бәрін шешіп қойған, тек айту ғана қалды. Ал Ерлан сөзді қалай бастарын білмей гаражда ұзақ отырды. Құрал-сайманды ұстап жүр, бірақ ойы басқа жақта еді. Кешке қарай ас үстінде үнсіздік созылды. Біз сөйлесуіміз керек, деді Ерлан ақыры. Иә, деді Әлия. Мен де соны күтіп жүрмін. Екеуі бір-біріне қарады. Бұл жолы еш қайсысы жалтармады. Мен шешім қабылдадым, деді Әлия, даусы анық. Бірақ ішінен дірілдеп, мен бұл баланы дүниеге әкелмеймін, деді. Ерлан көзін төмен қаратты. Мен сені көндіре алмадым, деді ол жай ғана. Бірақ мен де ойымнан қайтпаймын. Не дегің келеді? Мен бұлай өмір сүре алмаймын, деді Ерлан. Ішімде бар нәрсені өлтіріп жүре алмаймын. Әлияның жүрегі қысылып кетті. Демек, кетесің бе? Ерлан жауап бермеді. Орнынан тұрып, бөлмесіне кірді. Көп ұзамай чемоданның сыңғыры естілді. Әлия сол жерде қатып қалды. Жыламады, айқайламады, тек тынысы ауырлады. Ерлан чемоданын көтеріп шықты. Мен сені әлі де жақсы көрем, деді ол есік алдында. Бірақ бұл шешімді қабылдай алмаймын. Ал мен өзімді жоғалта алмаймын, деді Әлия. Ерлан басын изеді. Сосын есікті жапты. Үйдің іші тыныштық. Бұрынғыдан да ауыр тыныштық. Сол түні Әлия жалғыз қалды. Алғаш рет шын жалғыз. Және сол түні ол бір нәрсені анық білді. Бұл шешім оның өмірін екіге бөлді. Әлия шешімін іске асыру үшін басқа қалаға баруға мәжбүр болды. Өз қаласында көрінгісі келмеді. Біреудің көзіне түсуден емес, өз ар ұятымен бетпе-бет қалудан қорықты. Жол ұзақ көрінді. Терезеден сыртқа қарап отырып, өткен өмірін ойлады. Ерлан мен алғаш танысқан сәт. Үй салған күндер, күлкі, армандар. Мен дұрыс деп жатырмын ба? Деген сұрақ бір сәтке де маза бермеді. Бірақ жүрегінде бір ғана анық сезім болды. Ол өзін ана ретінде елестете алмады. Қазір емес, бұл өмірде емес. Клиника алдында отырғанда да ештеңе сезбеді. Жүрегі ауырмады. Қолдары да дірілдеген жоқ.
Арада сағаттар өтті. Осылайша процедура өтті. Баланы алдырып тастады. Ішіндегі бір жіп үзіліп кеткендей болды. Осыдан кейін бәрі орнына келеді деп өзін жұбатты. Келесі күні үйіне қайтты. Ерлан хабарласты. Даусында ешқандай ашу жоқ, реніш те жоқ. Қалайсың, деді жай ғана. Жақсы, деді Әлия. Үйдемін, деді ол. Ерлан келем, деді. Ол келгенше Әлия ішінен қуанды. Бәрі қайта басталады деп ойлады. Ерлан келді. Бірақ бұрынғы Ерлан емес. Көзінде от жоқ, қуаныш жоқ, арман да жоқ. Олар бірге, бірақ алыс еді. Уақыт өтті. Әлия күтіп жүрді. Бәрі бұрынғыдай болады деп. Бірақ болмады. Ерлан, демалысым сенікімен сәйкес келмейді, деді. Биыл сапарға шықпаймыз. Мен қазір көп жұмыс істеймін. Қыс келді. Бірақ ол қысқы шаңғысын қолына да алған жоқ. Әлия түсінді. Ол тек бір нәрседен ғана емес, өз өмірінен де алыстап бара жатыр. Ерлан, сөйлесейікші, деді бір күні. Не туралы? Біз туралы. Әлия, бәрі анық қой. Сол сәтте Әлия алғаш рет қорықты. Шынымен қорықты. Ерлан, бала көтерейік, деді бір күні. Ерлан жымиып қарады. Сол жымиғаны Әлияның жүрегін ауыртты. Қарсы емеспін, деді ол. Олар тырысып көрді. 1 ай, 2 ай, 1 жыл. Ештеңе шықпады. Енді Әлия шынымен қалады. Шынымен үміттенді, бірақ кеш еді. Ерлан жұмыспен үйге кеш келіп бастады. Алдымен басқа қалаға, сосын басқа өмірге кетті. Әлия жалғыз қалды. Үй сол қалпы тұр. Ақша бар, естелік те бар. Бірақ біз деген ұғым жоқ. Сол сәтте ол түсінді. Мұрагер деген тек қана бала емес, мұрагер деген бірге құрған өмір еді. Ал ол өмір бір сәттік шешімнің астында қалды. Кейде адам өз еркін таңдаймын деп, өз тағдырын жоғалтып алады. Құрметті көрермен, әңгіме ұнаса арнаға жазылып лайк басыңыздар.